Беттегі бояумен ұйқыға жату. Егер бетіңіздегі бояумен ұйықтауды әдетке айналдырсаңыз, бөртпелі, безеулі шықса таңғалмаңыз. Зиянды ингредиенттерден бөлек күні бойы тұрған беттегі бояу қабаты бетті кірлетіп, терлетеді. Телефон немесе теледидар экранының алдында тамақ ішу, осының арқасында 20-30% артық жеп қойғаныңызды өзіңізде байқамай қаласыз. Нарықтағы алюминийі бар дезодоранттарды қолдану. Алюминий тұздарының денсаулыққа қауіптілігімен қоса, терлеуді толығымен бөгеу арқылы сіз дененің детоксикация процесін бұзасыз. Әлемде Қазақстан кеуде онкологиясы бойынша алғашқы ондықта. Оның бір себебі осындай дезодоранттарды жиі пайдаланудың арқасында. Тар джинсы шалбар кию. Осындай тар шалбар кигеннен жамбас пен бел аймағында қан айналым баяулайды. Күніне 2 сағаттан артық биік өкшелі туфли кию. Арқаңыздың, аяғыңыздың немесе басыңыздың ауырғанын қаламасаңыз, бұл әдеттен арылғаныңыз жөн. Мүмкіндігінше ыңғайлы аяқ киімге ауыстырыңыз.